Бүгін бір өзімше пысықсынып, пловты мошни жасап қоятын адам құсап үйдегілерге палау жасап берейін дедім. Сөйтіп, бірінші пиязды қып-қызыл етіп шыңғыртып тұрып қуырып алдым. Одан кейін етті салып қуырдым. Қазір небір білгіштер бірінші етті қуырады деп нертті қайнатады. Негізі қайсын бірінші қурсаңдар да өздерің білесіңдер ғой. Сәбізді әдеттегідей салаңдатып ұзыншалап тұрап, біреу тегін беріп жатқандай аямай саламыз. Оны да әбден шыңғыртып тұрып қуырамыз. Зира мира, приправаны қосып үстіне су құйып аламыз. Дәміне қарай тұзын салып, бұрқылдатпай баяу отта еті жұмсарғанша қайнатамыз. Өзімше плов бастағанда қайтейін. Үйде күріш таусылып қалыпты. Ұялмай қызармай көршіме барып күріш сұрап алып, суға әбден тұншықтырып жуып, жібітіп алдым. Одан кейін күрішті қазанға салып, тегістеп алдында шетіне для прикола сасық чеснокты бүтіндей тыға салдым.